Сәлем қыздар, бүгін сіздерге міне осы видеодағы қып-қызыл, жұп-жұмсақ, қатпарлы болып шығатын самсаны жасап көрсетемін. Осылай жасап көріңіздер. Дәмі де түрі де керемет болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, каналыма тіркеле кетіңіздер. Барлық керек затты әдеттегідей описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен қамырын дайындауымыз қажет. Ол үшін біз бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық тұз және де жарты шай қасықтан ас содасы мен разрыхлительді салып, осылар ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Енді осы ұнға суымызды аз-аздан қоса отыра қаттылау қылып қамыр илейміз. Өйткені қамыр тұрған сайын жұмсарады, сондықтан қаттылау қылып илеңіздер. Осы ұнның мөлшерінен менде 4 суала қамыр шықты. Осы қамырымызды жарты сағат демалдыратын боламын. Жарты сағаттан кейін тынған қамырымды алып, жұқа қылып жаямын. Енді бізге ертілген сары май қажет болады. Сары майдың майлылығы 82 болғаны дұрыс. Енді осы ерітілген сары майымызды жайған қамырымызға жағып шығамыз. Тек бетін жағыңыздар, өйткені астында су болады. Сары майдың құрамында су болғандықтан суы бөлінеді. Тек бетін жақсаңыздар, тек майын алатын боласыздар. Осылай біреуіне жағып аласыздар, щетканы батырып алмаңыздар, тек майдың бетін алып отырыңыздар. Содан соң екінші қамырымызды орналастырып, оның да солай майлап шығасыздар. Содан соң рулет қылып орап, осы дайын болған қамырды 3-4 сағат морозильникте ұстауымыз қажет. Енді салмасы менде тартылған ет, қойдың құйрық майы және де пияз, картошка қосқыңыз келсе қосыңыздар, немесе осылай жасай берсеңіздер болады. Дәміне қарай дәмдеуіш қосыңыздар. Мінекей қандай керемет болып шықты біздің қамырымыз. Осыны майда бөлшектерге осылай бөліп дайындап аламыз. Содан соң барлығын жайып дайындап алғаннан кейін салмасын салып, самсаларымды түйетін боламын. Қайтып түйсеңіздер де өз еріктеріңізде. Осы барлық самсаны дайындап алғаннан кейін формамды майлап, самсаларымды орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамын. Ол бізге қызарып, түрін әдемі қылып көрсететін болады. Сарысын жағып алғаннан кейін әсемдігі үшін күнжіт сеуіп шықтым. Осыны қызып тұрған пеште 35-40 минут самсаны пісіріп аласыздар. Осымен самсаны осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.